Сол кездерде біз Қазақстан құрама командасы матчты бастаған кезде гол салуымыз керек еді. Гол сала алмадық. Максим Самородов бұл матчтың ең үздік ойыншыларының бірі, сөзсіз. Ислам Чесноков нөмір 2 өте керемет ойнады. Ғалымжан Кенжебек кішкене екінші таймда заменге шығару керек еді оны. Зуевтің деңгейі қалай болғандығы түсініксіз болып қалды. Сол бас бапкер осы жерде осындай шешімдер қабылдады, Али Алиев. Және енді бәрі тамаша. Марат Быстровтың жалпы ойнауы өте ұлттық құрамаға шақыртылуы да қателік шығар деп ойлаймын. Одан кейін орталық қорғаушы бізде бар еді. Оны айтып отқан себебім Әділбек Жұмаханов өткенде ойнаған, бүгінде ойнай салатын еді. Бұл жерде жалғыз мәселе ортада ойнайтын Исламбек Қуат, Асхат Тағыберген деген үлкен кісілер ойнап жатыр ғой, енді 34-ке келген, 33-ке келген дегендей. Солар енді шаршаған ғой, енді расын айтуымыз керек. Асхат Тағыберген ойыннан кейін мен бітті болды, ойнамаймын, рахмет осы мен тойғаным, мен кетейін деп абыроймен кетті. Дұрыс па? Дұрыс, өте жақсы, біз қарсы емеспіз. Исламбек Қуат та сөйтейін деп жүр бір күндері де, ол да біледі ғой енді шама шарқысын қаншаға жететін. Сондықтан енді қараңыз, сұрақ туындайды. Бұл екеуі неге ойнайды деп адамдар жазады. Неге оларды шығара береді дейді. Соның орнына шығаратын адамды Али Алиев көріп тұрған жоқ. Тура қазір. Орында ойнайтын, КПЛ клубтарында ойнайтын, опорный зонаны ұстай алатын, Қазақстанның паспорты бар азамат жоқ. Ол, мен айтайын десем, бұл әлбетте Айбол Әбікен тұр еді, қазір бабында еді. Атырауға қарсы ойынды көрдіңіздер, керемет. Оның алдындағы ойында гол соққан, ассист берген, тамаша ойнап жүрген, бабында жүрген жігіт Айбол Әбікен ұлттық құрамаға осы жолы керісінше шақыру керек еді. Тағы да бір мәселе, бұл Әділет Сәдібеков. Ол жоғарғы деңгейде ойнайтын опорный қорғаушы, бірақ ол қазір жарақатынан айыққан жоқ. Офри Арат, Дан Глейзер, олар Израиль командасының ойыншылары ойнап жатыр. Сондықтан қазақ футболында дәл қазір артқы жартылай қорғаушы некен саяқ жоқ жоғарғы деңгейде. Осы сөзбен келісуіміз керек. Біз опорный футболшы деген кезде Орелиан Чомини, Эдуардо Камавинга, Нголо Канте деген сияқты жаңағы, Деклан Райс, Мигель Меринолар елестеп жатыр ғой енді мысалға. Соларға ойыны ұқсайтын, келіңкірейтін, пас алып пас беріп отыратын, жылдам ойнайтын, қарсыластың шабуылын бірінші болып тоқтататын, шалатын және өз командасының шабуылын алға бірінші керемет пасымен бастап кететін осындай ақылды ойыншы жоқ.